Сәлем достар, сіздермен Pinduodu'дағы өзгерістер туралы айтатын боламыз, яғни оплата кезіндегі өзгеріс. Мен сіздерге бірінші көрсетейін, қандай өзгеріс болып жатқанын. Кез келген товарды таңдаймын, сатып алуға көшемін. Осылай, онда 71 юан болып тұр. Енді қарасаңыздар, 12-де 71-ге көбейіп кетті. Негізгі баға онда 71, ал мына баға 2 юан қосылып тұр. Неге? 3% немесе 2 юан. Енді қараңыздар, сіздер сатып алу кезінде, егер сатып алатын затыңыз, не болмаса товарыңыз 60 юанға жетпейтін болса, Pinduoduo каждый товарға 2 юанын қосып отырады. Енді шығайық. Қазір сіздерге товар таңдап, 60 юанға жететіндей товар таңдайық. Және соны сатып аламыз. Қараңыздар. Менде 70 юан шықты. Ешқандай скидка жоқ. Қарасаңыздар, тура өз суммасы шығып тұр. Енді сатып алуға көшеміз. Сатып алуға көшкен кезде 73 юан. Енді сатып алуды басамыз. Қарасаңыздар, каждый покупкаға 2 юан алып тұрған жоқ. Тек қана 3% қана алып тұр. Сондықтан сатып алу кезінде міндетті түрде 60 юаннан асырып заказ беріңіздер. 3-5, 3-2, не болмаса 3 юанға заказ бермеңіздер. Ол кезде сіздер ұтыласыздар. 2 юан дегеніміз где-то 130-140 теңге. Сондықтан сіздерге тиімсіз болып қалуы мүмкін. Кішкентай зат берген кезде, мысалы 100 теңгелік зат беріп, үстіне 130 теңге қосылып тұрса, ол сіздер үшін тиімсіз. Сондықтан тиімді болу жағын қарастырыңыздар. Сіздер үшін пайдалы болды деп ойлаймын. Ақпарат пайдалы болса лайк басып, комментарий жазып, өз ойларыңызды қалдырсаңыздар болады. Каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Pinduoduo немесе басқа Қытай сайттарының сіздер үшін пайдалы жақтарын, фишкаларын бөлісетін боламын.